Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қазіргі таңда мемлекеттік тілдің деңгейін көтермелеу үшін бүкіл қоғам болып, бүкіл ел болып қызмет істейтіндей кезең келді. Аллаға шүкір, қазіргі таңда Қазақстан тәуелсіз, егеменді мемлекет. Заңнамамызда да, соның ішінде ең басты заңымыз Конституцияда да қазақ тілі мемлекеттік тіл екенін көрсетілген. Бірақ соған қарамастан, өзіміздің туған тілімізге немқұрайлық танытып, менсінбейшілік көрсетіп, әлі күнге дейін жалтақтап жүрген жайымыз бар. Бірақ осындай нәрсені, осы ситуацияны қазақ тілінің қайтадан керекті деңгейге көтеру үшін әрбір адам не істеу керек? Менің ойымша, әрбір адам өзінен бастау керек. Қазақша амандасып, қазақша отбасында сөйлесіп, қазақ тілін достарының арасында дәріптеп, той-томалақтың өзінде тілек айтқан кезде әдемі қазақтың тілдерімен, әдемі қазақтың сөздерін пайдалану арқылы қазақ тілімізді дәріптеу керекпіз. Ең бірінші өзімізден бастау керекпіз. Және де тарихқа көз үңілтетін болсақ, біздің ата-бабамыз осы Қазақстан елі мемлекеттік деңгейге көтерілсе екен, егемендік алса екен, тәуелсіз болса екен, ешкімге жалтақтамаса екен деген арманы болған. Және де осы Қазақстан елінде қазақ тілі керекті орнын алса екен деген арманы болған. Сол арманның жолында олар көрмеген қорлықты көріп, бастарын бәйгеге тіккен. Түрмеде тепкіленіп, зорлық-зомбылық көріп, өздерінің отбасындағы қара қазандары екіге бөлінсе де, өздерінің айтқанынан қайтпады. Жоқ, мен қазақпын, мен Қазақстанымды жақсы көремін, және мен мемлекеттік тілім мен қасиетті дінімнің жолында жан-пида болуға дайынмын деп өздерінің өмірлерін сүріп кетті. Ал біз, олардың бүгінгі мұрагерлері, сол кісілердің тарихи ерліктерін ұмытпауымыз керек. Эфирге назар аударыңыздар. Осы эфирде қазір көрсетілетін суреттерден ақ салыстырмалы түрде сіздер өздеріңіз байқасаңыздар болады. Олардың қандай қорлық, зорлық, зомбылық, адамның миына кіріп шықпайтындай нәрселер оларға істелінгенін осы суреттен ақ байқауларыңызға болады. Қараңыздар. Ал осы кісілердің ерліктері зая кетпеу үшін, бүгін біз тәуелсіз Қазақстанның азаматтары тек қана тәуелсіздікті ғана қорғап қана қоймай, сол кісілердің жаны берілген туған қазақ тіліміз үшін де еңбек етуіміз керек, ағайын. Елімізді, жерімізді, тіліміз бен дінімізді біз бірінші орынға қою керекпіз. Ел тыныштығы, ұлт болашағы, тіл болашағы, дін болашағы деген нәрселер қол ұстасып бірге жүретін мақсаттарға айналу керек. Қазақ тілімізде
сөйлемек тұрмақ қазіргі таңда өкінішке орай біз қазақ тілінде нан сұрауға ұялып жүрген жайымыз бар. Бізде қазақтар қазақша сұрауға қорқады. Құлдық сана сезім. 70 жылда құлдық сана сезім. Славян ұлтын көрсе, здравствуйте, мне пожалуйста, мороженое дайте деп, сон тілінде сөйлейді. Бірақ олар орыс тілділер. Сені қазақ екен көріп тұра, өз тілінде сөйлейді. Здравствуйте, және олар мықты. Біздің елімізде жүріп, сендерді орысша сөйлеткізеді. Егер бұндай ситуация ары қарай да жалғаса беретіндей болса, онда қазақ тілінің болашағы бұлғыр болады. Ал қазақ тілінің болашағымен бірге қазақ ұлтының да, қазақ халқының да, кейін Қазақстан елінің де болашағы бұлыңғыр болуы мүмкін. Сондықтан да Қасым-Жомарт Тоқаев айтқандай, қазақ тілі Қазақстан азаматтарын біріктіретін тілге айналу керек деген сөзін ескере отырып, біз қазақ тілін дәріптейік. Ең бірінші өзімізден, өзіміздің отбасымыздан, өзіміздің айналамыздан бастайық. Қазақ тілінде сөйлемеу ұят нәрсеге айналу керек. Сондықтан да ағайын, тілімізді бірінші орынға қойып, тарихи ерлік жасаған ата-бабамызды ұмытпайық. Тіл, дін, ұлт, ел деген нәрселер әр қазақтың санасында, әр қазақстандықтың санасында керекті орнын алу керек. Және де бір-бірінен ажырамас ұғым екенін түсінейік ағайын. Дәріптейік тілімізді.